Өткенде бір пікірді оқыдым, ініме жазған екен. Менің жасым 10-да дейді. Неге екенін білмеймін, Абдуғаппар ұстазды көрген жоқпын, бірақ соншалықты сағындым дейді. Өмір ғой өтіп кетті ғой дейді. Оның үстіне Абдуғаппар ұстазды қаншама ғалымдар мойындады. Қырғыздың атақты ғалымы, экс-мүфти Чубак қажының өзі имамдардың арыстаны деп айтты ол кісіні. Жалпы Абдуғаппар ұстаздың осындай дәрежеге, осындай атаққа иеленуі, халықтың жүрегінен орын алуының себебі неде деп ойлайсыз? Ұстазды мақтан, ұстаным мақ дейді. Ұстаздан бұның барлығы. Мынау Абай атамыз енді неде тарихта келеді ғой, енді қажылық етіп баратқан кезде енді өзін бір мақтаған екен Абай атамыз. Сонда сол мәселе бойынша Абай, сонда Құнанбай атамыз айтқан екен да, Абай мақтану үшін Абай сияқты ұл тәрбиелесін деген екен. Әрине бұл әкесінің де тәрбиесі бар, ұстазының да тәрбиесі бар. Әрине бұл Абдуғаппар ұстаздың білім алуына ең бірінші үлес қосқан әрине әкесі болса, жалпы оқуын жалғастырып өз қолына тәрбиесін алған адам бұл әкем Әбжаппар қажы. Сол кісінің тәрбиесін көрді. Әбсаттар ағамыз да бұл кісі сол кісінің тәрбиесін көрді. Бұл кісі тәрбиелеген уақытта ұстаздарға алып барды, оқытты. Сол замандағы өте мықты ұстаздардан не қылды? Тәлім алдырды. Елі келген уақытта ең бірінші мәселе мынау ғой. Адам білім алып келген уақытта сол адамға бағыт бағдар беретін адамның болуы да. Бағыт бағдар беретін адам болуы. Мысалы біз келгенде, бағана айттым, өзім келгенде де әкем бір жыл жанында ұстап жүрді. Бағыт бағдар беріп жүрді. Абдуғаппар ағам, Әбсаттар ағам келген уақытта да әкем ол кісілерге ағалық қылып бағыт бағдар бере алды. Абдуғаппар, Әбсаттар, біз қазақ еліндеміз, қазақ жеріндеміз. Бізде діни басқарма бар. Біз әрқашан діни басқармамен бірге болуымыз керек. Егер діни басқармамен бірге қызмет жасайын десеңдер, міне мешіт медресе жасамайын десеңдер, онда жоқ. Біз әрқашанда діни басқарманың қызметінде болуымыз керек деп ол кісілерге не қылды? Бағыт бағдар бере білді. Ұстазының, сол ағасының, әкесінің батасын ала алды. Көрдіңіз бе? Сол кісінің батасын алып, және бұл кісі сонымен ғана қоймай өзі әрекет жасайтын. Күндері түнде, күндіз медресенің қызметінде, халықтың қызметінде болса, бұл кісі түнде енді біз көрші тұрамыз. Намазға шығып жатқан уақытта, түнде оянып көшеге шыққан уақытта байқайтынбыз да, свет жанып тұрады. Свет жанып тұрғанда қарасақ, Құран оқып отқан, кітап оқып отқан, намаз оқып отқанын көретінбіз да. Бұл кісі сол атасының батасы бар, өзінің әрекеті бар, түнге жасаған құлшылығы бар, және де осы ғам дейді ғой, осы елге, қазақ қалжал мұсылмандарға деген ол кісінің қайғысы болды да. Қайғысы шынайы болды да. Жасырын, немесе қожа көрсін, немесе жасанды емес. Шынайы болғанда Алла тағала ол не қылды? Дәрежесін көтеріп қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді ғой. Пайғамбар Алла тағала бір адам жақсы көретін болса, Жибрил пайғамбар алейхиссаламға айтады екен да, мен пәленшені жақсы көремін, сен де оны жақсы көр, аспан әлемін жақсы көрсін, жердегілерге жақсы көрсін деп айтады екен. Сонда жаңағы адамға деген махаббат аспан жер барлық жерде не қылады екен? Таралады екен да. Мен солай ойлаймын, Алла субхана тағала ол кісілердің амалын қабыл етіп, бүкіл адамзаттың жүрегінде ол кісілерге бір орын, сол махаббат қалдырды деп ойлаймын да. Жас баланы өзіңіз айтып тұрсыз, 10 жасар бала, ұстазды көрмеген, бірақ ол кісіні көргім келеді. Ол да махаббат қой. Қайдан келген махаббат? Ол Алла субхана тағаланың сол ұстаздарымызға, ағаларымызға берген ұлы нығметі да. Ұлы нығмет, сол деп білемін. Сол үшін бұл жерде әрине қысқасы әкенің, ұстаздың дұғасы, және ұстаздың, ағаның бағыт бағдары, және өзінің әрекеті, өзінің шынайылығы ол кісіні осындай деңгейге жеткізді иншалла. Мен әрқашан тұратынмын. Айтатын, Дінмұхаммед, мен сөйлесем Құран сөйлеймін, Алланың дінін сөйлеймін. Мен ешқандай ауадан алып сөйлемеймін дейді. Тағдырым Алланың қолында деп айтады. Соңғы сәтінде де жанында болдық қой. Дәрісін апаратынбыз. Не керек алып қызметінде болдық. Ол кісі Аллаға деген тәуекел өте жоғары еді. Аллаға деген иман өте берік еді ол кісінің. Айтатын, Дінмұхаммед, мына індет келді. Індет келді. Бұл індет Алланың қалауы болады. Кімді алып кетеді. Қалатындар қалады деп сол кісі айтқан еді. Бұл кісінің енді Аллаға деген махаббат, Аллаға деген шынайылығы ол кісіні осындай деңгейге жеткізді иншалла.